Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі-бар арнасы. Бүгін сіздер қызықты логикалық сұрақтар мен логикалық жұмбақтарға жауап беретін боласыздар. Видеоның соңында өздеріңіздің қанша сұраққа жауап бергендеріңізді жазып қалдырыңыздар, және де арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Бірінші сұрақ. Оң жаққа бұрылғанда көліктің қай дөңгелегі бұрылмайды? Жауабы: қосалқы дөңгелек. Екінші. Үлкендігі пілмен бірдей, бірақ мүлдем салмағы жоқ, ол не? Жауабы: пілдің көлеңкесі. Туған кезде ұшады, әдетте жатады, өлген кезінде ериді. Жауабы: қар. Менің өмірім өте қиын, әр күн кешке маған бірдеңе істеуді тапсырады, бірақ әр күн сайын таңертең мен соны жасағаным үшін ұрсады. Мен немін? Жауабы: оятқыш. Бесінші сұрақ. Сізге үй салуға көмектесе алатын балық бар ма? Жауабы: әрине, балға басты акула. Алтыншы сұрақ. Неліктен қытайлықтар күрішті жапондықтарға қарағанда көп жейді? Жауабы: себебі Қытайда Жапониядан қарағанда адам саны көп. Қай кезде торсебетпен су алып жүруге болады?
жауабы су қатқан кезде. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.